гүлді қырыққабат, сәбіз және картоп. Барлығының осы үкіштің ең ұсақ үгітетінмен үгітіп аламыз. Ал қырыққабатымызды кішкене 5 минут суда қайнатып, одан соң гүлді қырыққабатымызды ғана осылай қалдырамыз. Цветной капуста дейді ғой, гүлді қырыққабатымызды ең алдымен қайнатып, пісіріп алып, одан кейін кішкене майға қуырып дайындап аламыз. Енді кезекте осылай пищевой пленкамызды жайып алып, формасын жасап, рулеттің формасын жасап, осы дайындаған көкөністерімізді жайып салатын боламыз. Ең бірінші қызылшамызды 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде бірінші болып менің жаңа рецептермен танысатын боласыздар. Осылай барлық қызылшамды бір тегіс етіп жайып аламын. Бір келкі болып шығу үшін осылай қасықпен басып, барын туралап алатын боламын. Қалыңдығы 1 сантиметр, 2 сантиметрдей даже болу қажет. Егер қалыңдығы жұқа болатын болса, ол кезде майонезіміз сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қалыңша етіп істеген дұрыс. Майонездерімізді осылай сетка етіп құйып алатын боламын. Екінші кезекте картопымызды салып аламын. Және картопымыздың көлемі сәл кішірек болу қажет. Өйткені рулетқа оралған кезде барлығы қоспасы ішінде тұру қажет. Үшінші осылай сәбізімізді салып шығамыз. Егер де капуста салғыларыңыз келмесе, басқа да түрлі жемістер сала берсеңіздер болады. Немесе балық салсаңыздар да болады. Дәл осылай барлығының арасына майонез сеуіп шығатын боламын. Ең соңында осылай гүлді қырыққабатымды турамай бүтіндей салатын боламын. Гүлді қырыққабатымызды дәміне өте ерекшелік береді. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Енді осы рулет қылып, осы салатымызды орайтын боламыз. Осылай пищевой пакетіміздің осылай екі жағын көтеріп, бірін-біріне осылай жалғайтын боламын. Бұл ешқандай қайтадан ажырап шашырап кетпейді. Дәл осылай оралған жағын астына қаратып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Кез келген тәрелкеге кесіп сала бересіздер. Осылай өз формасында ұстап тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің YouTube каналыма өз пікірлеріңізді жазып, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен WhatsApp арқылы туыстарыңызға жіберсеңіздер болады. Қараңыздар, өте керемет рулет шықты. Көрінісі де дәмі де өте керемет. Барлықтарыңызға ас болсын.